Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, үлпілдеген, ашытқысыз дайындалатын тоқаштың, яғни пирожкидің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамыр илейміз. Ол үшін бізге айран, ұн, ас содасы және тұз керек. Алдымен айранымызды құйып аламыз ыдысымызға. Айранымыздың салқын болғаны жақсы. Сонан соң тұзымызды саламыз. Содамыз саламыз. Ұн салып қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді картобымызды суға салып, отқа қоямыз. Пиязымызды майдалап турап аламыз. Майда болғаны жақсы. Міне пиязымыз дайын болды. Табамызды орташа отқа қойып, май құйып, жаңағы туралған пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Картобымыздың піскенін шанышқымен тексеріп алсаңыздар болады. Сонан соң дәл видеодағыдай картобымызды езіп шығамыз. Езілген картобымыздың үстіне жаңағы қуырылған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұзын және бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне пирожкидің салмасы дайын болды. Қамырымызды екіге бөліп жаямыз. Жұқа етіп жаямыз, шамамен 5-6 мм болатындай етіп, өйткені пісірген кезде наны қалың болып кетпеуі керек. Содан соң осындай формада қамырымызды дөңгелетіп ойып шығамыз. Енді салмасын салып, пирожкимізді жасаймыз. Пирожкиді жасап болдым. Енді пирожкимізді қызып тұрған майға қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Пирожкиміз керемет әрі дәмді болып шықты. Сіздерге ортасын көрсетейін, қандай болып шыққанын. Ешқандай шикір емес, бәрі піскен. Менің каналымда әлі көп рецепттер болады, сондықтан да тіркеліп қойыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.